Табиғаттың тәтті сыйы, балдың тарихы. Бал табиғаттың бізге берген ең тәтті сыйларының бірі. Ол жер бетінде миллиондаған жылдар бойы өндіріліп келеді. Аралар гүлдерден жинаған шырынды балға айналдырады. Бұл процесс күрделі және таңғажайып. Бал ежелгі заманнан бері тағам ретінде және дәрілік мақсатта қолданылып келеді. Ежелгі мысырлықтар балды жараларды емдеу үшін пайдаланған. Олар сондай-ақ балдың консерванттық қасиеттерін білген және оны тағамды сақтау үшін қолданған. Бал көптеген мәдениеттерде қасиетті тағам болып саналды. Ол құнарлылығымен, денсаулыққа пайдасымен және емдік қасиеттерімен танымал болды. Бүгінгі күні бал әлі де бүкіл әлемде кеңінен қолданылады. Оны тағамға тәтті дәм беру үшін, сондай-ақ денсаулықты жақсарту үшін қолданады. Бал табиғаттың бізге берген құнды сыйы. Алтын сұйықтықтың емдік қасиеттері. Бал табиғи антибиотик. Оның құрамында бактериялар мен саңырауқұлақтардың көбеюін тежейтін заттар бар. Балды жөтелді басу үшін, тамақ ауруын емдеу үшін және жараларды емдеу үшін қолдануға болады. Бал сондай-ақ күшті антиоксидант болып табылады. Ол организмдегі бос радикалдармен күресуге көмектеседі. Бос радикалдар жасушаларды зақымдайтын және қартаю процесін тездететін тұрақсыз молекулалар. Балдың иммундық жүйені нығайтуға көмектесетіні дәлелденген. Оның құрамындағы антиоксиданттар мен басқа да пайдалы заттар иммундық жүйенің инфекциялармен күресу қабілетін арттырады. Бал сондай-ақ ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Оның құрамындағы ферменттер тағамды ыдыратуға және қоректік заттардың сіңуін жақсартуға көмектеседі. Балдың денсаулыққа пайдасы өте көп. Балдың қараңғы жағы шамадан тыс тұтынудың зияны. Балдың денсаулыққа пайдасы көп болғанымен, оны шамадан тыс тұтыну зиянды болуы мүмкін. Бал қанттың бір түрі, сондықтан оны көп мөлшерде тұтыну қандағы қант деңгейінің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе қант диабетімен ауыратын адамдар үшін қауіпті. Сондай-ақ, балды бір жасқа дейінгі балаларға беруге болмайды. Олардың ас қорыту жүйесі балда болатын ботулизм спораларымен күресуге дайын емес. Балды аллергиясы бар адамдар тұтынуы мүмкін емес. Балдың құрамында тозаң болуы мүмкін, бұл аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Сондықтан, егер сізде аллергия болса, балды тұтынар алдында дәрігермен кеңескеніңіз жөн. Балдың зияны туралы хабардар болу маңызды. Қорытынды, бал дәрі немесе тәтті тағам. Бал көптеген пайдалы қасиеттері бар табиғи өнім. Ол иммундық жүйені нығайтуға, ас қорытуды жақсартуға және жараларды емдеуге көмектеседі. Алайда, балды шамадан тыс тұтыну зиянды болуы мүмкін, сондықтан оны қалыпты мөлшерде тұтыну маңызды. Егер сізде денсаулыққа қатысты мәселелер болса, балды тұтынар алдында дәрігермен кеңескеніңіз жөн. Бал денсаулыққа пайдалы тағам, бірақ оны дәрі емес, тағам ретінде қарастырған жөн.